Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Қолдау ретінде подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Газдалған сусындар дегеніміз не? Қысқаша түрде оның өндірістік процесін түсінуіңіз маңызды. Бұл өте қарапайым, газдалған сусында қант пен қышқылдар кездеседі. Бұл элементтер асқазанға қатты әсер етеді. Газдалған сусын ішкен адамның тәбеті қашады, әрі олар шөлді қандырмайды. Ал тәтті қышқылды элементтер асқазанға түскен бойда майға айналып, артық салмақтың қосылуымен қант диабет ауруының пайда болуын ықпал етеді. Тіс кариесі. Газдалған сусындар тіс түсінен қараюы мен кариес түсуіне жол береді. Сусын құрамындағы қышқылды элементтер тіс эмалін әлсіретеді, сондай-ақ тіс ауруларының тууына әсер етеді. Сүйектер. Газдалған сусын құрамында лимон, алма, тағы басқа жеміс-жидектердің қышқылы мен ортофосфор қышқылы кездеседі. Бұл элементтер сүйектегі кальций мөлшерін азайтады. Сол себептен сүйек әлсіреп, сынғыш келеді. Асқазан мен ішек құрылысы. Кез келген газдалған сусын құрамында көмір қышқылы газ кездеседі. Ол сусынның ұзақ сақталуына ықпал етеді. Мұндай сусындар асқазан секрециясының қабынуына, ішек сөлінің пайда болуына, созылып ішек ауруларының пайда болуына әсер етеді. Гастрит, ішек жарасы және тағы басқа асқазан ауруына шалдыққан жандар газдалған сусын орнына газдалмаған минералды су, көк шай ішкен жөн. Жаңа зерттеу нәтижесі аты әлемге танымал кола сусыны қатерлі ісікке шалдығу қаупін жақындататынын көрсетті. Мұның бәріне кола құрамындағы қажетсіз қоспа мөлшері себеп болып отыр екен. Газды сусын тұтынған адамдар мен темекі тартатын адамдардың өмірінің ұзақтығы бірдей деген болжам бар. Өйткені газды су тек қана ағза клеткаларын қартайтып қоймай, сонымен қатар жүрек ауруларына, қатерлі ісікке, диабетке шалдықтырады. Сондықтан газдалған сусындарды тұтынбай, оның орнына қарапайым қара су ішкендеріңіз абзал. Себебі оның денсаулыққа пайдасы мол. Бүгінгі таңда шырындарға қосылған химиялық қоспалар мен мөлшерден тыс қант ағзамызға кері әсерін тигізуі әбден мүмкін. Сол себепті шырынды өзіміз қолдан жасап, немесе сенімді жерден ішкеніміз дұрыс. Ең бастысы, тәтті суға қызығып, өмірімізді өкінішке айналдырып алмайық, достар.